Адам өміріндегі ең құнды нәрсе оның денсаулығы. Біздің организміміздің қалыпты жұмыс істеуіне әртүрлі химиялық элементтер мен олардың 10 мыңға жуық қосылысы керек. Біздің тағамдарымыздың құрамында қажетті элементтер үнемі болуы тиіс. Дұрыс тамақтану әр адамның денсаулығының кепілі. Қан плазмасындағы мырыш мөлшерінің төмендеуі жүрек инфаркті ауруының пайда болуына міндетті түрде әкеп соқтырады. Қанда литий мөлшерінің азаюы гипертониялық сырқаттың пайда болуының көрсеткіші. Біздің жүрегіміз қалыпты жұмыс жасау үшін күнделікті тамақтану рационымызда құрамында иод, магний, калий бар тағамдарды тұтынуымыз қажет. Иод зат алмасу процесіне әсер етеді. Иод балық, аш-шаян, балдыр теңіз өнімдерінің құрамында кездеседі. Калий денедегі артық сұйықтықты жойып, жүректің жұмысын жақсартады. Калий алмұрт, қара өрік, асқабақ, қырыққабаттардың құрамында көптеп кездеседі. Магний несеп айдағыш, жүйке тыныштандырғыш қасиеті бар. Бұл элемент қан тамырлары қабырғаларына қатып қалған қанды кетіруші. Ағзада магний жетіспеуі болмас үшін рационымызда сұлы, бидай, қарақұмық, қызылша, бұршақ, жаңғақ, сәбіз, банан сияқты өнімдерді көп тұтынсақ, бізде бұл жетіспеушіліктер болмайды. Кез келген элементтің артық мөлшері немесе жетіспеуі адам денсаулығына кері әсер етеді.